Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай пеште дайындалатын батон нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сонымен құрамына 1 стакан су құямыз, 1 стакан сүт құямыз және де ашытқымызды саламын. Оның үстінен 1 шай қасық тұз саламын, 1 ас қасық қант саламын. Оны жақсылап араластырып аламыз да 2 ас қасық сұйық майымды құямын. Оның үстінен ұнымызды осылай сепкілеп салып шығамын. Енді қамырымызды дайындау үшін жақсылап араластырамын. Мінекей, менің қамырым дайын болды. Жұп-жұмсақ әрі тез көтерілетін болады. Дайын қамырымыздың бетін жауып, оны жылы жерде сақтаймыз 30-40 минут көлемінде. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Өте пышный әрі жұмсақ болып шықты. Қамырымды 2 бөлшекке бөліп, оны осылай иілетін боламыз. Пішінін жалпақ тәріздес қылып шығарамыз және де оны табаға салып, өткір пышақпен осылай үстінен кесіп аламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, жақсылап батон нанымыздың үстіне жағып шығамын. Нанымыз өте дәмді әрі қып-қызыл болып қызарып шығады. Оның үстіне қара және ақ күнжутымды себемін. Дайын болған нанымды 180 градуста пешке саламын. Мінекей, нанымыз дайын болды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Егер рецепті ұнайтын болса, маған тіркелуді ұмытпаңыз.